Сәлем достар, мен сіздермен бүгін пияз қосылған қаттама нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл нанды кейбір жерлерде қаттама нан, немесе пияз нан, пәтір нан деп те айтылады. Өте оңай дайындалады, ыстық кезінде тез желінеді, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше қамырымызды бастаймыз. Ыдысымызға керегенше ұнымызды салып аламыз. Одан соң 300 мл жылы суымызды ыдысымызға құйып алып, оның үстіне 1 шай қасық тұз және 1 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Одан соң ұнымыздың үстіне суды аз-аздан құйып, лопатканың көмегімен алдымен осылай араластырып, қамырымызды илейміз. Басында кішкене лопаткамен араластырып болғаннан кейін, ары қарай қолымызбен жақсылап июін қандырып, қамырымызды осылай илейміз. Одан соң қамырымызды 1-ден 3 бөлікке бөліп барып тұндырамыз. Міне осылай домалақтап, бетін салафанмен жауып 5 минутқа тұндырып қоямыз. Осы аралықта біз салмасын дайындайтын боламыз. Бізге салмасына осындай 2 бума көк пияз қажет болады. Егер бұндай көк пияз болмаса, кәдімгі жай пиязды қолдансаңыздар да болады. Осыны жақсылап майдалап турап аламыз. Маған осы қаттаманы осындай пиязбен жасаған өте қатты ұнайды. Дәмі керемет болып шығады. Осылай пиязымызды турап алып ыдысымызға саламыз. Оның үстіне дәміне қарай қара бұрыш қосамыз. Және тұз қосамыз. Жақсылап араластырып, міне біздің салмамыз дайын болды. Енді қамырымыздың июін тағы бір қандырып қоясыздар, осылай дөңгелектеп. Жылы суға иленгендіктен біздің қамырымыздың июі де тез қанады және тез жайылатын болады. 1-2 минутқа тағы да бетін жауып қоямыз. Осы аралықта біз қамырдың бетіне жағатын сары майымызды ертіп аламыз. Кез келген пайызы жоғары сары майды таңдаймыз. Міне осылай сары майымызды ертіп аламыз. Мен микротолқынды пеште ертіп алдым. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Барынша жұқа етіп жая беріңіздер. Қаншалықты жұқа болса, соншалықты қаттамамыз дәмді болып шығады. Және бұл жылы суға иленгендіктен, бағанада айттым, өте тез жайылады. Міне қамырымды жайып алдым. Бағанағы ертілген сары майымды үстіне осылай щеткамен жағып шықтым. Міне сары майымды жағып болдым. Енді оның үстіне бағанаға салмамызды салып шығамыз. Пиязымызды салып болғаннан кейін ортасынан теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Менде осы қамырдан 2 қаттама нан шығатын болады. Осылай шетінен ораймыз. Екінші жағын орап аламыз. Одан соң бұлай дөңгелектеп ораймыз да, тоңазытқышқа 2-3 минутқа салып аламыз. Міне осындай болып шығады. Бұл жерде біз тоңазытқышқа не үшін саламыз? Өйткені біздің сары майымыз кішкене қатуы қажет. Енді табамызға аздап 1-2 қасық сұйық май құйып, оның үстіне бағанаға тоңазытқышқа тұрған қамырымызды осылай қолымызбен жай ғана басып жібереміз. Мынандай жыртылып кетсе, ол ештеме етпейді. Енді майымыз қызған соң табамызға саламыз. Бетін жауып, отты барынша төменге қоямыз да 5 минут ұстаймыз. 5 минуттан кейін келесі бетіне аударамыз.
келесі бетінде бетін жауып баяу отта 5 минут ұстаймыз. Міне осылай әр қаттамамызды пісіріп ала береміз. Сіздер 5 минутта келесі қамырын дайындай берсеңіздер де болады. Міне осылай барлығын пісіріп жасап шығасыздар. Мен толықтай 6 қаттамамды пісіріп шыққанша үйдегі кішкентайларымыз 3 бөлігін жеп қойыпты. Мен сіздерге осы 3 бөлігін түсіріп үлгердім. Осы 3 суаладан 6 бөлік қаттаманан шығады. Өте тойымды, дәмді болып шығады. Үйіңіздегі жандарды осындай дәмді, тойымды қаттама нанмен қуантып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеоларда кездескенше.